Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Fun және де 5-ші сыныптың English Plus кітабының 60-ші бетіндегі Asking About Dates тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Asking About Dates дегеніміз жалпы кездесулер туралы сұрау деп аударамыз. Ask сұрау туралы, dates кездесулер туралы сұрау. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Asking about dates. Match the words in the box with the ordinal numbers 1 to 6, then say the ordinal numbers. Яғни мына жерде берілген беттік сан есімдерді мына жерге жазып шық дейді, сәйкестендір дейді. Және де оларды айтып шық дейді. Сонымен қараймыз, міне 28-ті біз реттік қып айту үшін 28 дейміз, яғни мысалы қазақ тілінде ш жалғауы бар ғой, мысалға 20-шы ш жалғауы, 12-ші ш жалғауы, немесе 3-ші ш жалғауы. Дәл сол секілді ағылшын тілінде жалғауы th, немесе rd, st деген жалғаулар бар. Оны сіздерге апаттың түсіндірді деп ойлаймын. Сонымен 28 бізде 28 болады, 11 бізде 11th, 6 бізде 6, яғни 6-шы 6, 3-ші 3rd, 4-ші 14th, 14th, 30-шы 13th, жалғауы қосылып ш берді. Яғни реттікті шығар. Екінші тапсырмаға назар аударыңыз. Study the key phrases and say dates 1, 6, check. Яғни мына key phrasesтерге неде сәйкестендір дейді, тексерді. Сонымен бастаймыз. 20-шы сәуір. 20th April, The 20th April. 8-ші шілде. The 8th of July. The 8th of July. 31-ші желтоқсан. The 31st of December. The 31st of December. 14-ші ақпан. The 14th of February. The 14th of February. Енді мына бір қысқаша қысқартылып берілген реттік сан есімдерді сен ашуың керек. Яғни мынаны ашқан кезде бізде the 2nd of June, 2-ші июнь, маусым. The 26th of August, 26-шы тамыз. The 15th of January, 15-ші қаңтар. The 1st of March, 1-ші наурыз. The 22nd of October, 22-ші қараша. The 31st of May, 31-ші мамыр деп, түсінікті болды, яғни th, ш деген жалғау реттік жасайды. Немесе first бізде ерекшелік, 1 болса first, 2 болса second, 3 болса third деген бар. Осы үшеу ғана ерекшелік, қалғандарына th қосылады. Арған 3-ші тапсырмаға назар аудар. 3-ші тапсырмада саған listen to conversation, choose the correct, яғни 2 әңгімені тыңда, және де дұрысын таңда дейді. Conversation 1, бірінші әңгімеде is about math exam, яғни ол бізде математика емтихан. Екінші әңгімеде is about football match, яғни футбол жарысы болды. 4-ші тапсырма келді. 4-ші тапсырмада былай. Listen again and complete the sentence. Тағы да бір рет мына сөйлемдерді толық бастады. The exam is on 2nd, балалар мына жерде ND болу керек. The 2nd of June, 2-ші маусымда. It is on Wednesday, яғни средада. The final is on 17th of March, 17-ші наурызда. It's on Saturday, яғни сенбіде дейді. 5-ші тапсырмаға келді. 5-ші тапсырмада жай ғана саған айтады, listen and repeat the dialogue. Яғни тыңдады және диалогты қайта. Тыңдап бірге оқып көрейік. Аударайық. What day is your birthday? Сен туған күнің қай күні? It's on 12th of July,
ол 12 шілдеде. What day is it? Ол қай күнде? It's a Tuesday. Ол сейсенбіде. Яғни вторник. Are you having a party? Сен сауық кешін жасайсың ба? When? Yes, я жасаймын. When is it? Ол қай күні? Ол қашан? It is on 16th July. Ол 16 шілдеде. It is a Saturday. Ол сенбіде дейді. Ал енді 6-шы тапсырмаға назар аударайық. 6-шы тапсырмада саған былай айтады. Дәл осы секілді өзіңнің туған күніңмен досыңмен бірге толықтыр дейді. Мен жазып қойын. Сен Саске болсаң, біреу Наурыз. What day is your birthday? Яғни көппен жазылғандағы өзіңнің туған күніңді жазуың қажет болмай. Қандай қиындығы жоқ. Болды. Каналға келіп, комментарийге рахмет деп жазып кетеді. Түсінікті болса, рахмет деп жаз, каналға тіркелуді ұмытпа. Мынаны көшіріп алсам болады, просто Саскенің орнына өзің атын қой, Аружанның атын қосып қойсаң болады. Goodbye.